Жұмыртқаның қабығын қоқыс шелегіне тастамаңыз. Әрбір әйел 30 жастан асқаннан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқала бастайды. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалтады. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біле жүріңіз. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқаны өз керегімізге жақсылап жарата білейік. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып, егер сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке сумен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны бөлігінен еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ, күлмеңіз. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе бинтті 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып, түйіршік қалмайтындай ұнтақтасаңыз керемет. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмас үшін майдалау керек. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы 15 минут жағып, 15 минут кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Сондан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастаймыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.